Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 53-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы шамалардың бірліктерін түрлендіру және мәндерін салыстыру. Бірінші есеп. Көп нүктенің орнына ұзындықтың сәйкес бірліктерін қой. Тап бет белгісінің ұзындығы 5 сантиметр болады. Сынып тақтасының ұзындығы 3 метр, дәптердің ұзындығы 21 сантиметр, мектеп пен үйдің арасы 700 метр. Екінші есеп. Көп нүктенің орнына массаның сәйкес бірліктерін қой. Сөмкенің массасы 2 килограмм, бір қап сәбіздің массасы 50 килограмм, бір қап шұқырының массасы 3 килограмм. Үшінші есеп. Көп нүктенің орнына уақыттың сәйкес бірліктерін қой. Бір аптада 7 күн, жаздың ұзақтығы 3 ай, ұшақ 3 сағат ұшты. Төртінші есеп. Көп нүктенің орнына сыйымдылықтың сәйкес бірліктерін қой. Шәйнектің сыйымдылығы 3 литр, шелектің сыйымдылығы 10 литр, қазанның сыйымдылығы 15 литр. Бесінші есеп. Бос торкөздің орнына тиісті санды қой. 1 метрде 100 сантиметр, 1 центнерде 100 килограмм, 1 сағатта 60 минут бар, 4 метрде 40 дециметр, 37 сағатта 1 тәулік 13 сағат бар, 1 дециметрде 10 сантиметр, 2 метрде 20 дециметр, 20 дециметр дегеніміз ол 200 сантиметр. 2 жылда 24 ай бар, 300 килограмм дегеніміз 3 центнер, 800 сантиметрде 80 дециметр, 80 дециметр дегеніміз ол 8 метр. Алтыншы есеп. Салыстыр. 9 метр мен 90 дециметрді салыстырамыз. Ол үшін 9 метрді дециметрге айналдырамыз. Сонда 9 метр дегеніміз ол 90 дециметр. Сонда екеуі тең болады. 700 сантиметрді 8 дециметрмен салыстырамыз. Дециметрді сантиметрге айналдырсақ 80 сантиметр болады. Сонда 700 сантиметр 8 дециметрден үлкен. 2 тәулік 3 сағат дегеніміз ол 51 сағат. Сонда 51 сағат 29 сағаттан үлкен. 800 килограмм мен 9 центнерді салыстырсақ, центнерде килограммға айналдырамыз. 900 килограмм болады. Сонда 800 килограмм кіші 9 центнерден болады. 4 центнер дегеніміз 400 килограмм, екеуі тең болады. 3 метрді салыстырамыз 200 сантиметр мен 3 метр дегеніміз 300 сантиметр, сонда үлкен 200 сантиметрден болады. 200 килограмм мен 3 центнерді салыстырамыз. Бірінші центнерді килограммға айналдырамыз, 300 килограмм болады. Сонда 200 килограмм кіші 3 центнерден болады. 2 жыл 4 ай дегеніміз ол 2 жылда 24 ай бар, 28 ай болады. Сонда 28 ай кіші 30 айдан. Жетінші есеп. Күнтізбені пайдаланып, күз айларында неше күн, неше апта бар екенін анықта. Биылғы жылы қыркүйек айында 30 күн, 4 апта бар, қазан айында 31 күн, 5 апта бар, қараша айында 30 күн, 5 апта бар. 8-ші есеп. Көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір. 3 дециметр 7 сантиметр дегеніміз 37 сантиметр, 2 тәулік 4 сағат дегеніміз 1 тәулікте 24 сағат болса, 48 оған 4 қосқанда 52 сағат болады. 1 сағат 6 минут. Бізде 76 минут болады. 2 жыл 7 ай. 2 жыл дегеніміз 24 ай. 24 айға 7-ні қоссақ 31 ай. 5 метр 4 дециметр дегеніміз 54 дециметр. 29 сағат дегеніміз ол бізде 1 тәулік 5 сағат. Кім жылдам? 9-ші есеп. Өрнектердің мәніне сәйкес әріпті кестеге қойып, Қазақстанның батысындағы қаланы тап. 38 азайту 17 бізде 21 шығады, яғни 21-дің астына аларды жазып шығамыз. 24 қосу 39 бізде 63 шығады, 63-дің яғни астына т деп жазамыз. 99 қосу 1 бізде 100, 100 астына р деп жазамыз. 80 азайту 23, 57 бізде у, яғни 57 астына уды жазамыз. 37 қосу 17 бізде 54 шығады, 54 астына а деп жазамыз. Сонда бізде Қазақстанның батысындағы
қала Атырау қаласы шығады. 10-шы есеп. Егер кеше сейсенбі болса, онда бүрсі күні қандай күн болады? Ең алдымен жазып алайық. Кеше, бүгін, ертең, бүрсі күні, арғы күні деп жазып алдық. Егер кеше сейсенбі болса, сейсенбіден бастаймыз. Кеше сейсенбі, бүгін сәрсенбі, ертең бейсенбі, бүрсі күні жұма, арғы күні сенбі болады. Сонда бізде бүрсі күні жұма болады.